Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кобра ащысын жабатын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де ұнайды деген ойдамын. Бұл кобра ащысы әсіресе қыстың уақытысында, күннің суығында еттің қамырына қосып жесеңіз, тәбетіңізді ашатын өте керемет салаттың бір түрі. Салат дейміз, енді кобра ащысы. Бұл кобра ащысын дайындау үшін бізге 3 килограмм осындай қызыл ащы бұрыш қажет. Мен 3 килограмм алдым. Ішіндегі дәнегін алмаймыз. Осы бүтін күйінде ет тартқыштан өткізетін боламыз. Сол кезде қатты ащы болады. Енді және де 2 килограмм етті қызыл болгар бұрышы қажет. Бас жағында тастамаймыз, осылай аламыз тазалап. 2 килограммдай помидор қажет. Көп те қоссаңыздар да, енді өздеріңіз білесіздер, сұйықтау болсын десеңіздер. Және де чеснок қажет. Чеснок жарты кило. Міне осылай жуып тазалап, барлығын алдын ала дайындап аламыз. Енді дайындап алған заттарымызды турап, ет тартқыштан өткізетін боламыз. Бірінші болгар бұрышын ет тартқыштан өткіземіз. Міне осылай турап аламыз. Ет тартқыштан өткізгенге ыңғайлы болсын. Ішіне сиятындай етіп тураймыз. Енді келесі кезекте чеснокты өткіземіз. Барлығын бір ыдысқа өткіземіз. Енді келесі кезекте ащы қызыл бұрышты да өткізіп шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, ішіндегі дәнегімен бірге өткізіп жатырмын. Енді келесі кезекте помидорды өткіземіз. Помидорды осылай алдын ала турап аламыз. Барлығын өткізіп болдық. Енді бұны жақсылап бір келкі етіп араласқанша араластырып аламыз. Осылай қозғай отырып араластырып аламыз. Міне осындай болып шығады қоюлығы. Сұйық болсын десеңіздер, помидорды көптеу қосуға болады. Енді осының үстіне бір шай кесе сұйық май құямыз. Және де көз мөлшермен тұз салатын боламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Тұзын ертіп аламыз. Және де банкілерді де осылай қайнатып булап алатын боламыз. Қақпақтарында қайнатып аламыз. Барлығын осылай дайындап қоямыз. Міне осылай ожаудың бас жағымен алсаңыздар оңай алынады. Қолдарыңыз күймейді. Міне осылай алу қажет. Міне барлығын булап дайындап алдық. Енді кобраны қазанға құйып, міне қайнатып жатырмыз. Ара-арасында араластырып тұрамыз. Міне кобра қайнап жатыр.
20 минут, ары кетсе 30 минут қана қайнатамыз. Одан көп қайнатпаңыздар, қатты қою болып кетеді. Енді ыдыстарға құямыз. Міне барлығын құйып дайындап алдық. Қақпақтарын да жауып алдық. Осымен кобра ащысы дайын. Барлығын осындай кішкене банкілерге құйып дайындап алдым. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.